Саламатсыздар, академиялық кескіндеме онлайн курсын екінші модуль тақырыбын жалғастырамыз. 9-шы практикалық сабақтың тақырыбы тұрмыс заттардан құралған натюрморттың жарық көлеңке қатынасын байланыстыру. Натюрморт жазуда түс ақшыл, орташа немесе қою гаммада жазылуы мүмкін. Бұл қойылымның түстік құрылымы мен суретшінің композициялық шешіміне байланысты. Дұрыс табылмаған рен жұмыста шашыраңқы жасап, шынайылықты жояды. Ондай болдырмас үшін түс рендерін палитрадан іздеп табуымыз керек. Бояу қоспаларының мөлшеріне қарай реннің өзгеруін салыстырмалы түрде бақылап отыруымыз керек. Палитрамен жұмыс кескіндемеде ең негізгі процесс болып табылады. Түс рендерімен жұмыс жасағанда жарық көлеңке қатынасын дұрыс қолдану керек. Әр заттың өз көлеңкесі мен жазықта орналасу арақашықтығын көрсету керек. Қойылымдағы түс реннің қанықтылығы өзара байланысын анықтап алу қажет. Натюрморт жазуда қойылымдағы ең қою реннен бастап ашық ренге көшіп жазамыз. Жалпылама жазу арқылы денелердің жалпы ренін беріп, кейін жарық түскен бөлігін анықтаймыз. Соңында білік ең жарық бөлігі жазылады. Қойылымдағы заттың фонмен байланысын үнемі салыстырып бақылап отыру керек. Бұл кезекте тұрмыстық денелерден құралған натюрморттың жарық көлеңке қатынасын байланыстыруға назар аудару қажет. Яғни жарық түскен бөлігін анықтап жаза бастаймыз. Ал көлеңке бөлігін қойлатып, дене көлемі мен жазықта орналасу табанын нақтылаймыз. Заттың табиғи қалпын беруге жұмыстануымыз қажет. Бізде құмыра қыш материалдан жасалған. Сол себепті қоңыр мен охра түс рендерін жарық көлеңке қатынасын мұқият қарап жазу керек. Егер түс рені дұрыс табылмаса, өз табиғи қалпына жойылады. Сонымен бірге ағаш тақтайдың материалдылығы, нан бөлігі мен көкөністердің табиғи қалпын беру керек. Осы түс рендерінің жиынтығын ескере отырып, бір-бірімен байланыста жарық көлеңке қатынасын табу арқылы практикалық жұмысымызды жалғастырамыз. Осымен 9-шы практикалық сабақ тапсырмасы аяқталды.